Сәлем достар. Бүгін мен сіздерді 2025 жылы болатын Реал Мадрид құрамасымен таныстырғым келеді. Әрине, бұл менің өзімнің болжамым, өз болжамдарыңызды жазып кетіңіздер. Және де бұл құраманың схемасы яғни үлгісі 4-3-3. Қақпада Тибо Куртуа, жасы 33-те болады. Бірақ қақпашы үшін бұл жас өте кәрі емес, жас та емес, ол өз бабында болу керек. Оң қапталда ойнайтын қорғаушы Ашраф Хакими өте жылдам және де талантты ойыншы. Қазір Интер сапында ойнайды. Реалда ойнаған. Әрине, әр командаға капитан керек, және де бұл құраманың капитаны Рафаэль Варан. Оның жанында ойнайтын ойыншы, оның жерлесі Упамекано. Өте талантты ойыншы, қазіргі құрамасы Лейпциг. Сол қаптада ойнайтын ойыншы Ферлан Менди. Оның қазіргі құрамасы Реал Мадрид. Біздің құрамада 3 жартылай қорғаушы болады. Олардың біріншісі Федерико Вальверде. Қазіргі Реалды Федерико Вальвердесіз елестету өте қиын. Екінші жартылай қорғаушы Реннің жас жұлдызы Камавинга. Үшінші жартылай қорғаушы Одегар. Одегар бұл команданың ойынын жасайтын ойыншы. Және де бұл командада Одегарға еркіндік беріледі. Және де бұл командада 3 шабуылшы болады. Сол жақтан шабуылдайтын ойыншы бұл Марко Асенсио. Марко Асенсионы сіздер білесіздер, оның 6 сантиметрдің соққылары өте жойқын жерде дәл тебеді. Оң жақтан шабуылдайтын ойыншы Винисиус Джуниор. Өте талантты және дриблингі мықты ойыншы. Және де бұл команданың ең мықты және ойыншысы Мбаппе. Бұл команданың тренері Зинедин Зидан. Менің ойымша Реал Мадрид 2025 жылда осы құраммен ойнайды. Сау болыңыздар.